Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін мен сіздермен бірге ең сүйікті асымның бірі гуйро лагман дайындайтын боламын. Үйір аспаздарынан кем түспейтін, дәмі сондай керемет болып шығады. Бірге дайындап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Ал бисмилля, ол үшін енді біз етімізді жіңішкелеп турап, дәмдеуіштерімізді қосып, маринаттап, холодильникке 2 сағатқа қойып қоямыз. Қыздар, етіңіз тез пісетін жас малдың еті болуы керек. Егер 2 сағат ұзақ пісетін етіңіз болса, онда оны алдымен пісіріп, суынан сырғып алғаныңыз дұрыс болады. Сосын бізге құрамына қосылатын көкөністерімізді ромбик қылып, өте жуан да емес, жіңішке де емес, орташа қылып осылай турап аламыз. Менде 3 түстегі болгар бұрышы және де пекин капустасы. Сосын сарымсақты майдалап турап, қайнаған суға салып қоямыз. Және менде мында ащы томат пастасы, кобра деп аталады ол. 1 пиязды турап аламыз. Сосын ас көкке менде петрушка. Мінекей осылай барлығын дайындап аламыз. Құрамына қосылатын нәрселерді көрсетейін. Тұз, бұрыш, ащы болғанын қаласаңыз қызыл бұрыш қосыңыз, сосын паприка, сосын әрине соевый соус керек. Құрамындағы тағамдардың көкөністердің нақтыланған мөлшері жоқ, үйіңіздегі адам санына қарай дайындайсыз ғой. Мен бір күн бұрын лагманымды дайындап, мұздатқышқа қатырып қойған болатынмын. Лагманды дайындалған видеосын осы видеоның астына сілтемесін қалдырып кетемін, қарап шықсаңыз болады. Мінекей лагманымызды қайнаған суға салып, босағаннан кейін осылай вилкамен араларын ашып аламыз. Одан кейін 5 минут пісіреміз. 5 минут пісіргеннен кейін сүзіп алып, бірден мұздай суға салатын боламыз. Мінекей лагманымыз дайын. Енді бөлек ыдысқа сәл көптеу мөлшерде сұйық май құйып, бірінші етімізді қуырып аламыз. Етіміз бір 3 минуттай қуырылғаннан кейін, екінші үстіне пекин капустасын салып, екеуін тағы 3 минуттай қуырамыз. Одан кейін видеода көріп тұрғаныңыздай болгар бұрышын қосып қуырамыз. Үшеуін дәл солай 3 минуттай қуырып аламыз. Қуырылған көкөністерімізді бөлек ыдысқа сүзіп аламыз. Және де дәл солай сұйық майға лагманымызды қуырамыз. Көп қуырып жібермеңіз, бір 3 минуттай қуырсаңыз жеткілікті. Оны да дәл солай сүзіп аламыз. Енді бөлек бір табаға аз мөлшерде сұйық майды құйып, пиязымызды қуырамыз. Үстіне ащы томат пастасын қосып, әбден қуырып алғасын. Оның үстіне жаңағы ет көкөністерімізді саламыз да, дайындап қойған дәмдеуіштерімізді қосамыз. Яғни менде мында тұз, бұрыш, паприка. Сосын қайнаған суымызда тұрған сарымсағымызды қосамыз, және де міндетті түрде түсін келтіру үшін соевый соус қосатын боламыз. Соустан 2 ас қасық құйып, бір 2 минуттай қуырып аламыз. Қуырылғаннан кейін 100-150 миллиграмдай қайнаған су құйып, 10 минутқа еті піскенше бұқтырып қоямыз. Мінекей біздің етіміз де пісті дайын. Енді бұны бөлек ыдысқа салып алып, табамызға тағы да аз мөлшерде сұйық май құямыз. Және де ащы томат пастасы мен лагманды бірге қуырып аламыз. Егер сіз менің жаңа көрерменім болсаңыз, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сонымен қатар қоңыраушанында басып қойыңыз, күнделікті ас мәзірін салып отырамын. Осылайша лагманымызды 30 секунд қуырсақ жеткілікті. Оның үстіне подливамызды салып, және де түрін келтіру үшін тағы да азғантай соус құямыз. Сосын оған ас көбімізді қосып, бірге былғап аламыз. Ұзақ қуырудың қажеті жоқ, тек бірге араласып, бір 30 секундтың шамасында қуырылса жеткілікті. Мінекей біздің лагманымыз дайын. Оны тарелкеге салып жатырмын. Бөліп қуырдым бұл жерде бір порциядан. Ал достар, біздің лагманымыз өте дәмді болып шығады. Дәл осы рецептімен дайындайтын болсаңыз, сізге де қатты ұнайтынына 100% сенімдімін. Дайындап көріңіз. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, менің каналыма жазылмаған болсаңыз, жазылып, мені қолдап отыруларыңызды сұраймын. Бұл менің каналымның дамуы үшін өте маңызды. Назарларыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.